Сәлем достар, сіздермен бірге жалпы тәжірибелік дәрігер Нұрманова Асия. Бүгін сіздермен бірге жүктіліктен кейінгі, яғни босанғаннан кейін ішті байлау. Байлау қажет па, қажет емес па? Қалай ішті тез кетіреміз? Сол туралы менің қазір видеомда айтатын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Жалпы достар, менің өзімнің блогымды дәлелді медицина бойынша жүргіземін. Ал енді дәлелді медицинаға сүйенетін болсақ, босанғаннан кейін ішті байлау қажет емес. Не үшін десеңіз, енді ойлайық. Жүктілік кезінде біздің жатырымыз 500 есеге дейін ұлғайып өседі. Бала дүниеге келгеннен кейін жатыр шамалы ғана кішіреді, яғни өз орнына сразу келмейді. Бізде 9 ай бойы біздің асқазан ішек жолдарымыздың барлығы диафрагмаға қарай көтерілді. Енді сіз оны қысып байлап тастасаңыз, біріншіден сізде қан айналым жүйесі дұрыс болмайды. Яғни сіз қан айналым жүйесін қысып тастайсыз. Сонымен қатар жаңадан өз орнына қалпына келем деген ағзалардың барлығын келіп қысып тастайсыз. Яғни ол органдар өз қалпына келуі қажет. Осы жағдайды қиындатасыз. Одан кейін байлап тастау арқылы сіз малый тазға, яғни кіші жамбас қуысына келіп давление түсіресіз. Яғни бұл кезде сізде разрыв болса, бұл өте қиын болып келеді. Яғни шовтар ашылып кетуі мүмкін. Енді қараңыз, сіздің ішіңіздегі, ол ішім алып кетті дейді. Ол іші қалып кеткен, ол май. Яғни май дегеніміз баланы қорғау үшін бізде іш бөлігінде май жиналады. Жалпы әйел адамдарда май көбіне іш бөлігіне жиналады. Өйткені бұл жерде ол қорғаныс механизмін атқарады. Және де жылу алмасу процесіне май осы жерге қажет болады, яғни баланы қорғау үшін. Енді біз бұл майдан қалай құтыламыз? Байлағаннан май кетпейді. Егер байлағаннан май кететін болса, сіз неге саныңызды, аяғыңызды байламайсыз? Неге сіз бетіңізді, мойныңызды, подбородкыңыз бар ма? Неге соны байламайсыз? Ішті байлаған кезде май кетпейді. Май сіз арықтаған жағдайда ғана кетеді. Ал енді кейбір адамдарда диастаз деген болады, иә? Осы арықтау мен диастазды бөліп қарастырайық. Қай жағдайда не жасаймыз? Арықтау кезінде біздің май бұл бізге қажетті зат. Яғни біз бұрын биологиядан білеміз, май энергия көзі деп айтады, иә? Яғни мысалға май бізге жылу алмасуға қажетті зат болып келеді. Мысалға киттерді, тюлендерді қарасақ, олардың сыртында жүні жоқ. Ол май, денелері май. Осы арқылы ол жылуды алмасып отырады. Ал енді сіз өзіңіздің рационыңыздан толық майды алып тастасаңыз, онда сіздің нитекір цикліңіз бұзылысқа алып келеді. Яғни майдың құрамында Е витамині бар. Бұл әйел ағзасы үшін өте маңызды витамин болып келеді. Сонымен қатар сіздің теріңіз құрғап, гормональды фоныңыз дисбалансқа түседі. Сондықтан біз майды алып тастай алмаймыз. Ол үшін не жасауымыз қажет? Тек арықтауымыз қажет. Яғни арықтау марафондарына қатысып, жаттығулар жасап қана біз майдан арыла аламыз. Ал диастазға келетін болсақ, жүктілік кезінде біздің ішіміз өседі, иә? Ішіміз өсуі ненің арқасында үлкейеді? Яғни біздің теріміз созылады. Теріміз созылғанда бізде растяжкалар болады, иә? Жақсы, түсінікті. Ал енді бұлшықетке келетін болсақ, бұлшықет біздің жыртылып созылмайды ғой. Бұлшықет сол қалпында тұрады. Біздің алдыңғы жағында тұратын всегда пресс качать етеміз ғой. Сол бұлшықеттер, яғни тік бұлшықеттер солайынан тұрады. Яғни ол тек қана арасы ашылады. Ал ортасында тұрған бізде соединительный тканьнан тұратын ақ сызық болады. Бұл сызық созылады. Екі бұлшықеттің ортасында созылады. Сол кезде біздің ішіміз үлкейеді. Босанғаннан кейін ол жайлап қалпына келеді. Қалпына келуі оның 1 жылға дейін созылады. Яғни 12 айға дейін созылады. Ол сразу қалпына келе қоймайды. Ал 12 айға дейін созылады. Ал 12 айға дейін созылады екен деп, ішіңізді байлап, жоқ мен өзім қалпына келтірем дей алмайсыз ғой. Өзіңіздің организміңізге қарсы шыға алмайсыз.
Енді қараңыз, бұны біз қалай білеміз? Бұндай жағдай бар екенін, сізде диастаз бар екенін. Диастаз бар екенін бірінші біз диагностика жасап алуымыз қажет. Яғни үй жағдайында сіз өзіңізде диастаз бар жоғын біле аласыз. Ол үшін қатты тегіс жерге жатасыз. Жатқаннан кейін басыңызды көтересіз. Аяғыңызды бүгіп, басыңызды көтересіз. Сол кезде біздің бұлшық еттеріміз қатаяды. Қатаяған кезде ортасы егер қолыңыз батып кететін болса, онда сізде диастаз бар деген сөз. Диастаз ол бүкіл әйелде болмайды, тек қана 40% қана әйелде кездеседі. Енді қараңыз, сізде үй жағдайында білдіңіз диастаз бар екен. Енді келіп УЗИ арқылы да диастазыңыздың қанша сантиметр екенін білуіңізге болады. Яғни инструменталды метод. УЗИ арқылы тексереміз. Ал енді бұл диастазды біз қалай құтыламыз, қалай емделеміз? Еміне келетін болсақ, емі 6 ай бойы тренировка жасау болып келеді. Тренировка жасағанда сіз ол ақ сызықты келіп тренировать ете алмайсыз. Тек қана сыртқы қалпын дұрыстайсыз, иә? Ал 6 айға дейін, если линия альба, яғни ақ сызық жаңағы қалпына дұрыс келмейтін болса, онда сізде хирургиялық араласулар болады. Бірақтан да хирургиялық араласу болған жағдайда сізде бала көтеруге деген рұқсат болмайды. Яғни бала қайттан көтерсеңіз, осы диастаз сізде қайталанады. Сондықтан бала босануға рұқсат етпейді. Бірақ енді сіздің өзіңіздің еркіңізде. Ал енді оның қалай алдын аламыз десеңіз, жүктілік кезінде ауыр көтермейміз. Қыз келіншектер, қастарыңызда жолдастарыңыз бар. Сол кісі көтерсін. Ер адам деген аты бар ғой. Сол үшін ауыр затты ер адам көтеру қажет. Ал егер сіз көтеруге мәжбүр болған жағдайда, тек қана ауыр затты көтеруді жеңілдету техникасы арқылы көтересіз. Яғни тік отыру арқылы екі қолға тең салмақта ғана көтересіз. Яғни ішіңізге ауырлық күшін түсірмеуіңіз қажет. Немесе арнайы корсеттер киюіңізге болады. Осы арқылы қана алдын алуға болады. Ал енді ішті байлаймыз ба, байламаймыз. Ішті байлау уже барлық елде қалып баратыр. Бұрынғының мифі болып. Сондықтан өз-өзімізді алдамайық. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кеттіңіз. Каналыма тіркеліп, алдағы болатын видеоларды көру үшін колокольчикті басып кетіңіз.